Шолпан апам ол менің өнердегі анам. Менің басты осы театрда жүруіме себепші болған. Әрине әуел Алла, содан кейін осы Шолпан апамның арқасы. Ол кезде осы біздің 40 жыл еңбек еткен театр режиссурасының Тайбурыл дейміз ғой, Мәмбетовке алып келіп, осы балалардан бірдеңе шығады деп 4-5 баланы жетектеп келген болады. Кейін Әзірбайжан мәдюлы біздің дипломға дайындық спектаклімізді көріп, осында алып келді. Осында келетін кезде де бұрынғылардың айтары көп еді бізге. Театрдың табалдырығын атталған кезде адалатты. Өнерге қиянаттарың болмасын дейді. Әрі өнердің келешегі үшін жауапты сендерсіңдер дейді. Бізді әбден дайындады, пісірді. Өйткені өзі кешегі тақыр жерден театр көтерген ұлы біздің корифейлерден сабақ алып, солардың ізін жалғастырушы болғаннан кейін сол аманатты бізге жеткізе білді Шолпан апамыз. Менің анамдай болған ол бір тәмсіл бар ғой. Біз енді осы мүйізде Ескендір Зұлқарнайын дейміз, Александр Македонский. Соған айтқан екен, сен неге әкең Филипп патшаға қарағанда ұстазың Аристотельді жоғары қоясың деп. Сонда Македонскийдің жауабы бар. Әкем менің тәнімді тәрбиелеп көктен жерге түсірсе, ал менің ұстазым менің жанымды тәрбиелеп көкке көтерді. Сол сияқты мені дәл осындай дәрежеге жеткізген сол әуелі Шолпан апам берген бақыт бағдары. Өйткені ол кісі айтады, талант сенің өзіңнің бойыңда бар, балам. Мен соған дұрыс бақыт бағдар берушім. Сондықтан әр нәрсені шатастырып алма дейді. Сол енді шындығында өзі бұл талант Алланың назары түскен адамға беріледі. Егер апамыз бізге солай деп айтса, яғни бойымызда кішкентай таланттың болғаны ғой. Бұл кісілер кешегі осы театрды құрған кісілер. Кешегі сол шаңырағын көтерген үлкендер болса, солардың оқын ұстап тұрған біздің апаларымыз болады. Хадиш апам атында да қазір театр бар, Бикен апамда да атында театр бар. Шолпан апамда қаншама шәкірттер бар, қаншама жерде қазір жұмыс істеп жүр. Сондықтан бұл кісілер сол қандай нәрсеге болса да лайықты деп ойлаймын. Өзі Шолпан апам мен 1 қаңтар өзі туған күні. О бастан менде дәстүрге айналған. Жаңа жыл басталған кезде, ол кезде енді бір күні ешқандай осы Алматының іші тым-тырыс болып қалады. Машина, көлікте жүрмейді, адамдар да жүрмейді. Бірақ мен сол ертеңмен тұрып ең бірінші өзім отбасымдағы дүние, бірінші мешітті көріп, мешіттен кейін Шолпан апам дейді құттықтауға. Сонда Шолпан апам әр қаңтардың басында сол туған күні менің келетімді мені күтіп отыратын. Менің отбасым куә, Шолпан апамның отбасы куә. Ол кезде ол кісілер 1 қаңтарда жаңағы апаларым жиналып, сол Шолпан апамның құрметіне бір күн Бикен апам, бір күн Хабиб апам, бір күн жаңағы Хадиш апа, бір күн Әмин апа, Өмірзақова. Солай туған күндерін жыл сайын бір жылда жасап беріп отырады екен, өздері отырып чай ішеді екен. Оны кейіннен білдік қой. Сонда жағы мен кішкене кейде бір кешіп жатсам, бізге ол кезде айтқан жоқ қой, соны айтады екен. Қазір бір шаруам бар, содан кейін мен келемін, сендер жинала беріңдер деп. Сонда мені күтіп отырады. Өзі бір сәби мінезде, өкпелегіш, ал ең бастысы ол кісі ақиқатшы деді. Шындықты бетке айтады. Біз сияқты бөжектемейді. Барды бар, жоқты жоқ. Үнемі шындықты сөйлеп жүр. Бүгінде біз сол бір кішкентай болса да шындық айтсақ, сол апамыздан ұстаздан жатқан дүние ғой деп мен ойлаймын.
Енді ол кісіні мені студент кезімнен өзі жақсы көрді, тәрбиеледі. Студент кездің өзінде мен сол апамды сабақтан сұраныш үшін алдап кететін кездерім болған. Біресе шалдың, біресе кемпірдің даусына салып, өзімді өзім сұрап алатын күндер болған. Кейін әбден театрға кіріп жүрген кезде айтсақ, сен едің, сенбесін білмей тұрып қалады. Сондай өзі қамқор адам болады. Енді қазіргі біздің мақсат сол кісінің берген тәрбиесін өзіміздің кейінгілерге жаңағы өзі қалай бізге айтса, әлемнің келешегі үшін, болашағы үшін сендер жауаптысыңдар десе, біз өзіміздің кейінгілерді солай қылмақпыз. Сол кісілердің бойындағы қасиетті, сол кісілердің бойындағы адамгершілікті, сол кісілердің бойындағы